Сайлау сайвал болды ғой. Өтікті қоссаң да сайлау деп сайрап жатыр. Депутат болам деп деміккендердің дәмесі зор. Көт шалауға әркімнің ақ барталасы. Біз оны білеміз, түсінеміз. Бір легін шығарып тастап, тура сондай робот санамен екінші легін қораға қамағаннан, парламентке жинағаннан не пайда? Ол менікі кінәлім емес. Қарағылды қақ жарар, шындықты шіміркпей бетіне басалары жоқ, өңкей қиқым. Мінекей, бұзған жоқ па елдің сыйқын деген абайдан асып не айтамыз? Енді элементарный нәрсе қойғанда бұл білсем қалай? Бағаны ауыздықтай алмай қымбатшылықтың қыспағында отырған алмағай уақытта бұл сайлаудың өтуіне 33 миллиард теңге ақша бөлу деген не сұмдық? Не болды? Ауылды сендер тастайсың, ауылдан сен көркейіп кетерсің де қашанда. Жарайды, біз сияқты қойлар салық төлемейді. Сойылатын күнімізді білмесек те, не үшін шөп күйсетімізді анық білеміз. Ал сендерден ай сайын алынатын салықтың есебінен осы саяси комедияны кезектірет өткізбек. Дауыс беруге шақырамын. Бір қойдың бағасы 80 мың теңге десек, одан да сол ақшаға 400 мың бас қой сатып алып, айлығы шайлығына жетпейтін ағайынға таратса болар еді ғой. Әйтеуір, елді маңыратудан алдарына жан салмайсыңдар. Бір елді дамытып, елді алға сүйрейтін бір қандай дәрілер бар? Так, бар ондай дәрі. Нұротанав, хитанав деген сияқты ғой. Біз жайылатын өрісіміз неге азайт десек, Қомағай Болаттың уысында болған екен ғой. Баяғы Буланың дәурені жоқ қазір. Доллар таратып, үйінен күнәра әнші шықпайтын кезі келмеске кетті. Алтын Орда дегенде енді ойға Болат келмейді. Шайнамай түгімен жұтқан түйелерін қазір енді қайта құсып жатыр. Бұлай! Шайнамай деген сосын. Шайнамай деген? Қолымен итереді. Бұйырғанын жедік та? Нұр Сұлтанның братишкесінен заңсыз иемденген Маңғыстау облысындағы 239 мың гектар, Жамбыл облысындағы 60 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды. Одан бөлек Алматының өзімен айналасынан ең шұрайлы аумақтан алып тастаған жерінде тартып алды. Бұл біз білетін былықтың бір шеті ғана. Алда айтылары, әлі айтылмағаны қаншама. Өмірдегі бар тапқаным осы зайбал. Елі жетті арманыма қолым, ешкім мені сындыра алмайды. Батса алмайды, адамды тастамайды мені. Күніне 2 қапшықтап жақсаң да бітпейтін ақшам бар. Не ғой, Болат, неге сол 10 мыңдаған гектар жеріне ең болмаса баспана салып, мұқтаж жандарға таратпадың? Халықтың қарғысы емес, алғысын алып, аяқты көтеріп тастап, шырт түкіріп, менің арқам деп марқайып жатпайсың ба? Қой, мұндай қойдың ақылын тыңдар мал емес шығарсың. Мал дегеннен шығады. Мына жігіттікі жайшылық ба? Алматыдағы автобустардың бірінде тасағын аймалап, қысылмай дірәшт еткен. Оң қолы қарсы отырған арудың ана жері деп елестетті ме екен? Мұндайлардың жұмалағын жарып, екінші қайтара піштіріп тастау керек. Нәйс, біләтай. Малдың монологын тағы да тыңдағың келсе, арнаға жазыл, чаттарға тарат. Бүгінше осы. Аптадан аптаға маңырамай аман жетейік. Еді.